안녕하세요. 마이데몬에서 도도이로 돌아온 김유정입니다. 반갑습니다. Kanalga qo'sh keldingizlar. Men bugun sizlarga Oңтүстүк Kореyaning jaz aktrisasi Kim Yoo-jung turali aytатын боламын. Oңтүстүк Koreya kino industriyasining jaz әрі талантты жұлдызы Kim Yoo-jung соңғы 10 жылдықта көрермен жүрегінен биік орын алды. Балалық шағынан бастап үлкен экрандар мен дорамаларда ойнап, өзінің шынайылығымен және кәсіби шеберлігінің арқасында танылған актрисаның сіздерге шығармашылық жолы, басты рөлдері, рөл таңдаудағы құпиясы, табысы мен байлығы және жеке өміріндегі қызықтар мен құпиялары туралы айтатын боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Kim Yoo-jung 1999 жылы 22 қыркүйекте Сеул қаласында дүниеге келген. Ол 3 баланың ең кішісі, оның үлкен ағасы және әпкесі бар. Отбасы оның мансабында үлкен қолдау көрсетті. Оның әпкесі де кейінірек актерлік мансабын бастаған. Ол кішкентайынан өнерге қызығып, 4 жасында конфет жарнамасына модель болды. Осыдан соң 2003 жылы ресми түрде актриса ретінде дебют жасады. Ол бала кезінен бері 50-ден астам дорамалар мен фильмдерде рөл сомдап үлгерген. Солардың ішінде Ұлы қанша сондық, Дони, Ай мен күн, Сиқырлы есік, Инжеме, Менің әпкем, Кебек, Суретші, Алтын кемпір-қосақ сияқты танымал дорамаларда басты кейіпкерлердің бала кездерін сомдап, өзінің маманда ең көп сұранысқа ие бала актрисасына айналды. Kim Yoo-jungды Корея бақ өкілдері ұлттың кішкентай қарындасы деп атайды. Себебі ол тарихи жанрда өте жиі түсіп, Канбёкты ерекше көрінеді. Осыдан соң ол күн сайын үлкен жетістіктерге жетіп, ересек әрі кәсіби актрисаға айналды. Актриса алғашқы басты рөлін 2016 жылы Бұлттар салған ай сәулесі дорамасында актер Пак Богуммен ойнады. Бұл дорамада ол ер адам кейпінде сарайға еніп кеткен қыз рөлін сомдайды. Бұл рөл актрисаның танымалдығын күшейтіп, алғашқы толыққанды басты кейіпкері ретінде шыққан жобасы болды. Бұл дорамаға қатысты актер бір сұхбатында кейіпкердің еркектік образын қабылдау маған жеңіл болды. Өйткені өзім де қатты нәзік қыз емеспін деген. Кейін 2018 жылы тазалықты құмарлықпен жасау романтикалық комедиялық дорамасында басты рөлді ойнады. Бұл рөл арқылы ол жеңіл, ашық образды көрініп, жақсы қабылданды. Осыдан кейін 2020 жылы жарты күндік сатушы комедиялық дорамасында актер Джи Шанукпен бірге басты рөлді сомдайды. Ал 2021 жылы Алайы аспаны тарихи фантастикалық дорамасында актер Ан Хён Сокпен өнерге, сезімге, ішкі жан дүниеге мән беретін образда рөл сомдады. 22 жылы кино саласында ең ерекше туындыларының бірі 20 ғасырдың қызы фильміне түсті. Бұнда ол 1990 жылдың атмосферасындағы жасөспірім махаббатын шынайы әрі нәзік бейнеледі. 2023-2024 жылдары Менің әзәзілім дорамасында актер Сон Канмен қатаң іскерлік ортада жүрген әйелдің өмірі мен оның әзәзілімен жасасқан шарттың некесі арқылы баяндалған драмалық рөл сомдады. Ал 2025 жылы Икс мырза дорамасы көрсетіледі. Кішкентайынан кино саласында жүрген, көптеген жобаларда түскен актриса бір сұхбатында мен әлі сенімді актриса емеспін, бірақ болашақта адамдар бұл Kim Yoo-jungның ойнайтын сериалы міндетті түрде қарау керек деп айтатындай болғым келеді деген. Осыншалықты табысты рөлдерінен кейін ол түсетін жобаларды қалай таңдайды деген ой келетін болар. Актриса жоба таңдауда ішкі түйсігіне сенетінін айтады. Оның айтуынша ол оқыған сценарийлерді тоқтаусыз оқи бергісі келсе, ол міндетті түрде жарамды рөл деп саналған. Және актриса қателеспеген сияқты. Өйткені оның әр жобасы табысты болды. Kim Yoo-jung Оңтүстік Кореядағы ең табысты жас актрисалардың бірі. Актрисаның бала кезіндегі табысы шамамен 6 миллион вон болған. Бұл тек эпизодтық рөлі үшін. Ал қазір әртүрлі ақпараттарда оның байлығы шамамен 6-7 миллион ақш долларын құрайды. Кейбір болжамдар бойынша ол 30 миллион ақш долларына дейін жинаған мүлкі болуы мүмкін делінген. Сондай-ақ кейбір сайттарда Бұлттан салынған ай сәулесі дорамасындағы рөлі үшін 100 миллион вон алған деседі. Актрисаның табысының негізгі көзі дорамалар мен фильмдер, сондай-ақ түрлі брендтер мен жарнамаларға түседі. Мәселен, Chanel, Samsung, Fila, Laneige сияқты әлемге әйгілі компаниялармен жұмыс істеген. Ал актрисаның жеке өміріне келсек, ол жеке өмірі туралы ашық айта бермейді. Дегенмен, 2014 жылы Радио Стор бағдарламасына берген сұхбатында ол жасөспірім жақта сүйіктісі болғанын және ол шамамен 300 күнге жуық кездескенін мойындаған.
Ол өзінің сол ара қатынасында қалған тәжірибесін қолдан келмеушіліктер менен сезімдерді басқара алмаудағы қиындықтармен байланыстырған. Сондықтан қарым-қатынасқа өзі дамыған кезде бастау керек екендігін айтқан. Кейін актер Сон Ганмен менің әзәзілім дорамасында бірге ойнауы олардың экран сыртында да қарым-қатынастары бар деген әңгімелердің көбеюіне себеп болды. Бірақ олардың агенттігі бұны ақпаратта растамады. Ал 2025 жылы дорама көрсетілмей жатып, Икс мырза дорамасындағы актер Ким Дон Хунмен кездеседі деген ақпараттар тарады. Оған себеп олардың Вьетнамға бірге барған суреттері болған. Бірақ актрисаның агенттігі бұл ақпаратты теріске шығарды. Олар бірге тек топтық сапарда болғандарын, суретте 2 ғана адам көрінгенімен басқа да актерлар менен команда мүшелері де болғанын мәлімдеді. Жалпы актрисаның қазіргі таңда расталған ара қатынасы жоқ. Ким Южон өзінің сұлулығы мен ерекше стилімен көпшілікті таңғалдырды. Ол көбіне табиғи макияжды және қарапайым, бірақ сәнді киім үлгілерін таңдайды. Тарихи дорамаларда нәзік образы үшін оған тарихи ертегі ханшайымы деген ат берілді. Сұлулығын сақтауда терек күтіміне аса мән береді және ол сұхбаттарында табиғи сұлулықты қолдауға шақырады. Таланты мен сұлулығымен танымал актриса өзінің мінезін қарапайым, еркін, шынайы деп сипаттайды. Актриса демалуды, табиғатта болуды, саяхаттауды ұнатады. Ким Южон туралы көпшілік біле бермейтін қызықты фактілер. Университетке бармаған. Ол 2017 жылы ұлттық емтихандарды тапсырудан бас тартқан. Себебі актерлік мансабын толық көңіл бөлгісі келген. Бұл шешімді ол өте салмақты түрде қабылдаған. Ауыр дерттен аман қалған. 2018 жылы оған қалқанша безінің бұзылысы диагнозы қойылды. Ол ұзақ уақыт емделіп, экранға тек 1 жылдан кейін оралған. Кішкентай кезінен фан базасы бар. Көпшілік оны ұлттың кішкентай қарындасы деп атайды. Себебі ол кішкентайының өте сүйкімді әрі камера алдында өте сенімді болатын. Пісіруді жақсы көреді. Ол бірнеше сұхбаттарында наубайханада десерт дайындағанды жақсы көретінін айтқан. Косметика әлемінде тренд қалыптастырды. Ол Laneige брендімен жұмыс істеп, жасөспірімдерге арналған тер күтімі мен макияж трендтерін қалыптастырды. Ән айтқанды жақсы көреді. Ол кәсіби әнші болмаса да бірнеше дорамаларға ост орындаған. Ол мысықтарды жақсы көреді және өзінде бірнеше мысығы бар. Актрисаның дорамалары батыс елдеріне де танымал. Ким Южон тек сұлулық пен танымалдылық иесі емес, ол терең образы мен рухани ізденіспен ерекшеленетін актриса. Оның әр рөлі өмірдің күрделі кезеңін, сезімнің әр түрін жеткізетін көркем туынды. Алдағы уақытта да Ким Южонның жаңа және күрделі жобалардан көруіміз бек мүмкін. Себебі ол өсіп, өзгеріп, дамуға ұмтылатын нағыз шығармашылық иесі. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Егер ұнаса лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.